Мен Кеңес Асқар, нөмірі 197 Қазақ орта мектебінің 10 сынып оқушысы, экоблогер номинациясына иелене отырып, бүгінгі таңның маңызды экологиялық мәселесін көтергім келіп отыр. Мұнай еліміздің басты байлығының бірі, алайда оның өндірісі қоршаған ортаға, адамзатқа деген зиянын тигізуі мүмкін. Құмкөл жеріндегі мұнай өндірісінде пайдаланылған құбырлардың жарамсыз болып қалған құбырларды қалаға әкеліп қайта өндіріске пайдаланып жатыр. Бұл адамзатқа қаншалықты зиян тигізеді. Көріп тұрғандарыңыздай, міне бұл құбырлардың түрлері әлі де құрамында химиялық қоспалар қалдықтары бар. Бұл адамзатқа қаншалықты зиян және бұлар қаншадан сатылатынын қазір бірге білеміз. Ассалаумағалейкум. Айтып жүресіз бе енді метрі қаншадан екен? Метрі 1500 теңгеден. Метрі 1500 теңгеден. Біріншіден, бұл құбырлардың құрамында әртүрлі химиялық қоспалар болуы мүмкін. Олар адамзат пен қоршаған ортаға үлкен қауіп төндіреді. Екіншіден, пайдаланылған құбырлардың коррозияға ұшырауы ертең олардың жарамсыздығына әкеліп соқтырады. Қарапайым мысал, жер үйлерінде осындай сырттан қарасаңыз ешқандай білінбейтін темір, бірақ олардың бөлінетін радиация адам өміріне бірте-бірте жаймен әсер етеді. Ол адам өміріне әсер етіп қана қоймай, оның келешек ұрпағына да жалғасып кетуі мүмкін. Мінекей НКТ құбырлары қазіргі екінің бірі салатын аула шатырының құрылысында. Біз табиғатты қорғауымыз керек. Өндіріс орындары бұл пайдаланылған құбырларды қайта өңдемес бұрын экологиялық қауіпсіздігін тексеру керек деп ұсынамыз.